Ал достар, кеш жарық. Бүгін мен сіздерге өзімнің стратегиям туралы айтып кетем, және бүгін сделкаға қалай кіргенім туралы түсіндіретін болам. Менің қазіргі осы айналамдағы таныстарым осы трейдингпен айналысып жүрген, немесе там шет жағасын білетін деген сияқты адамдар сұрап жатыр көбінесе, қандай стратегиямен жұмыс жасайсың деп. Менің стратегиям нақты мына стратегия деп айту қиын. Бірақ жалпы смарт мани концепциясы бар бұның ішінде, және басқа да факторлар бар. И мысалы қазіргі нарықта осы трейдингтің инфобизнес нарығында деп айтайын, трейдингтің инфобизнес нарығында көбінесе смарт мани концепциясын үйреткен кезде нарықта жалпы просто точка входаны үйретеді. Ол точка входа деген ол просто бір элемент қана болды. Трейдингтің бір элементі. Қалай кіресің нарыққа, рынокқа қалай кіресің болды. Ол бір ғана элемент. Оның ішінде точка входаны қалай қолдану қажет, және қай кезде қолданасың, қандай форматпен қолданасың деген сияқты жүйе берілмейді көбінесе. Мен өзім байқағаным сол. Себебі мен осы уақытқа дейін қаншама оқыдым, қаншама жерден оқыдым, қаншама зерттедім. И түсінгенім жалпы жүйесіз үйрете деген, жүйені үйретпе деген жалпы. Енді сол сондықтан мен нақты мынандай стратегия деп айта алмаймын. Менде просто системная торговля, логическая цепочка, солай айта аламын. Смарт мани концепциясы бар бұның ішінде, иә, бірақ логикаға сүйене отырып кіріледі. Ал енді бүгінгі сделкаға келетін болсақ, бүгінгі сделкам жалпы евро-доллар валютный пара бұрын сауда жасамайтын, тек қана алтынмен жасайтын. Неге? Потому что алтында движение көп болса ақша көп болады деген ой болатын. Сол оймен қаншама ақшамды сливать еттім. Енді жалпы евроға келетін болса, евро-долларда смарт мани концепциясында да осы ликвидностьпен жұмыс жасайтын кезде де нарықтың логикасы да көрініп тұрады. И сол көрінген бойынша анализ жасайтын болсаң, негізі нарықта жақсы ақша табуға болады екен. Соның көзім жетті. И сол қазір енді тек қана валютный паралармен жұмыс жасаймын. Алтынмен тек осы 3 валютный паралардан вход таппасам ғана алтынға кіретін боламын. Қосымша ақпарат айтып кеттім, енді пайдасы тиіп қалар деген оймен. Давайте енді сделкаға келейік. Евро-доллардың нарығындағы движениесіне қарайтын болсақ, в основном лонг болып келе жатыр еді. Вот недельный не бойынша, график бойынша лонг болып келе жатыр еді. Бірақ шартовый ценовой диапазон бар бізде. Ценовой диапазон деген нарықтың покупатель мен продавецтердің, яғни сатушы мен сатушылардың нарықтағы дисбалансы. Мысалы имбалансты айтады ғой, бағаның дисбалансы деп айтады, ал бұл жақта покупательдер мен продавецтердің дисбалансы болып саналады осы ценовой диапазон. Енді шартовой диапазон бар, соның ішінде лонговый диапазон болды. Бұл лонговый диапазонды мен отметка жасамайтын едім. Не үшін отметка жасадым? Себебі мына жақта имбаланс болғандықтан мен отметка жасадым. Әйтпесе негізі отметка жасамайтын едім. Яғни бұл жақтан логикаға сүйене отыратын болсақ, демек лонговый ценовой диапазон бар деген сөз, демек скорее всего баға лонгқа барады деген сөз. Недельный графикпен. И недельный графикпен қарайтын болсақ, order flow басталып келе жатыр. Ең началасы order flow'дың, әрине ол не факт, но басталып келе жатыр. Вот ФВГ, яғни имбаланс тұр. Недельный имбаланс тесті бар. И ПВЛ-дың шешуі бар мына жақтан. И осымен ары қарай баға осы жақтан көтеріліп келе жатты. Таңертең осы жерлерде болды баға. Сондықтан мен бұл жерде уже лонгты қарастыратын болып отырдым недельныймен қарағанда. Ал енді дневкамен қарайтын болсақ, яғни анализ недельныймен басталады. Дневкаға өтем. Дневкада то же самое, лонговый ценовой диапазон бар. Лонговый ценовой диапазонды балансировать еткен, баланс жасаған. Ол балансты мына жерден көріп тұрмыз. 0.5 уровеньға келіп, бір рет келіп кеткен, байқасаңыздар, екінші рет келіп уже ликвидность шешіп кеткен.
дневной фракталды шешкен. Бұл бізде жаңағы апталық екінші свечаның PVL болған. Енді осы мен кеше байқаған болсаңыздар, мен мына жерден кірген болатынмын лонгқа. Ал бүгінгі свеча мынау, и осы жақта мен іздедім лонгқа. Неге? Себебі дополнительный фактор PDL шешілді. PDL шешілгеннен кейін в основном PDH-ға барады баға. В основном, енді көп жағдайда емес, но көбінесе ондай движениялар байқап жатам өзім. Сондықтан, скорее всего, лонгқа баратын шығар деген бір ой болды. Бірақ бұл бізде получается так PDH болды. PDH-ға цель болды менде. Енді 4 сағаттықты қарайтын болсақ, 4 сағаттықта бізде мынандай ценовой диапазон болды. 4 сағаттықта мынандай ценовой диапазон болды. Басында шартовой ценовой диапазон болған. Ол ценовой диапазон бұзған. Сол бұзғандықтан мен бұны отметка жасадым, яғни белгіледім. И бұл жақта міне жаңағы PDL-дің шешуі, 4 сағаттық фракталдың шешуі тұр. И дальше уже баға осы жақтарда мына жерде болды. Сонымен осы маңайларда болды. Ары қарай мен уже цель сеттім. Бірінші мына ликвидностьке. Неге десеңіз, бұл часовой фрактал. Екіншісі мынау 4 сағаттық фрактал. И осы бізде PDH, яғни жаңағы PDL-ді шештік. Осы шешілген PDL-дің PDH-сы еді. Енді точка фоданы қалай таптым? То есть қалай кірдім? Кірген кезде бұл жақта міне жаңағы 1 сағаттық фрактал шешкен. Бірақ мына жақта имбаланс, 1 сағаттық имбаланс болғандықтан сол фрактал шешіп, имбалансқа қайтадан келіп, имбаланстан реакция берген. Мен бұл жақтан басында ойлағам, точка входаны мынаның ішінен іздеймін деп ойлағам. Жоқ, бұның ішінен кірген жоқпын, себебі бұл 1 сағатта фрактал шешкендіктен нақты реакция беру керек болды. И мен сол закрытиясын күттім, осы свечаның закрытиясын күттім. Как раз осы 1 сағаттық SNR зонаны тесіп өтті. Және бұл жерде 1 сағаттық rejection блок. Rejection блок дегеніміз жаңа фрактал шешкеннен кейін екі свеча, біреу фитильмен қалады. Осы rejection блок болып саналады. Осы rejection блок қалды. Сондықтан мына жақтан кіретін кезде мен абайлап кірдім. Жалпы негізі PDH тұр. Енді точка фодан қалай жасадым? 1 сағаттық свечка жабылғаннан кейін 15 минутқа ауыстым. 15 минутта мен даже мына свечамен жабылып отқан кезінде мен қарап отырғам. Отметка жасап алғам өзіме SNR зонаны. 15 минуттық SNR зонаны закреппен жапқан. Сонымен MetaTrader'ді ашқан кезде уже SNR зонаға келіп тұрған болды осы жерде свеча баға. Сонымен осы жерден мен кірдім. Стопты сол мына жаққа қойдым. 1 сағатты фракталға қойдым. 1 сағаттық фрактал болып жатты, соған қойдым. 15 минуттық фрактал. Бұл жерде қазір дальнейшем 1 сағат фрактал болады шығар деген оймен қойдым. И проблемная зона бізде бірінші орында rejection блок. Яғни проблемная зона деген сөз біздің ойлап тұрған бағытымызға кедергі жасау мүмкін зоналар. Бірінші орында rejection блок, екінші орында часовой фрактал, ликвидность, и үшінші орында PDH-ның өзі. PDH-ның өзін мен тоже отметка жасап қойғам. И осы кезде қарап отырдым, бағаның реакциясы қалай болып жатыр деп. Сөйтіп 15 минуттықта ойлағам мен хотя бы мына жақтан rejection блокқа келіп 1 сағаттық фракталды шешкеннен кейін қайттан келетін шығар деп ойлағам. Жоқ, қайттан келген жоқ. Но все-таки мен осы 1 сағаттық фракталға келген кезде мен бағаны уже без убытокқа қойып қойдым. Яғни без убыток деген сөз стоп лоссымды көтеріп жоғары қарай нөлге қойып қойдым. Сонымен тейкті күттім. Тейк вот получается қанша 13:00-де ашылды примерно сделка. И 13:45-те жабылды. 45 минутта орындалған сделка. Жалпы осы менің торговый стратегиямда, логикамда негізі кішігірім айтып кеттім. Кірудің логикасы жалпы осы. Енді дальнейшем тағы да ертең бұйырса тағы да сделка кіретін болсам,
жиберетін болам. Сол, не айтам басқа. Лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар, каналда активный болып отырыңыздар. Осы каналды енді Алла бұйырса активный түрде жүргізсем деген ниетім бар. Сол ниетіме өздеріңіздің бір поддержкаларыңызды беріп жіберсеңіздер. Мен сіздерге бірдеңке сатайын деп биғайт етейін деп жатқан жерім жоқ. Мен чисто өзім үшін бұл нәрсені бөлісіп жатырмын. Себебі өзім үшін бөліссем, өзіме де пайдалы, сіздерге де пайдалы. И дальнейшем каналдың продвижениесіне де пайдалы екенін білемін. Сондықтан бір-бірімізге пайдалы болып жүрімізді мен ойлаймын, жақсы деп ойлаймын. Сол келесі разборларда, келесі видеоларда кездескенше.